Hoş geldіңіздер, қалайсыздар? Что-то жүздеріңіз таныс, көбісі бәрі Шымкенттен ба. Танысып өтейік бірінші. Қалайсыздар? Бар ма алдында конференция келген, или біздің іс-шараларға қатысқандар? Жоқ, сол қатыспағанбыз, өзіңіз таныстырып кішкене сөйтесіз. Хорошо. Есім Дінмұхамед Рахат, осы Проспект бизнес-клубының негізін қалаушы, 3 жыл болды осы клубқа. Жеке кәсіпкер, Рафаэль Кофе негізін қалаушы, Global Visa деген компаниямыз бар, шетелдерге виза жасаймыз, туризм. Жалпы өзім үйленгем, 3 баламыз бар, жанұялы. Енді инвестиция бойынша сондай проспектус деген кезде, Рахат деген кезде, сразу бірінші очередь инвестиция еске түседі. Қазір таңда Проспектус бизнес-клубында 1 жылда 140 миллион астам инвестицияға жобалар жасалды. Қазір коучинг өтіп жатқан кісілер бар, 4-5 кісі Шымкентте, Алматыда. Қазір февральға группа жинап жатыр кәсіпкерлер. Жалпы адамдарға инвестиция тартып, кәсібін бастауға атсалысамыз да. Қазір жақында декабрьдің 19-ына біз нені бастағанбыз? Қазақстанда алғашқы онлайн бизнес-клубты бізден кейін Қоншымбайлар бастады. Қазір соны активно дәріптеп, Қазақстан бойынша бізде уже мүшелер болатын болады. Енді среднем әртүрлі жобалар жасалған. Кофейнясы бар, общепит, бургер. Кез келген салаға жалпы инвестиция тартуға болады. Өзім жалпы бұл салаға инвестиция қаяқтан шықты? Бұл инвестиция деген бәле қайдан шықты? Соны таныстырып өтейін. Өзім жалпы болашақпен Америкада Техас университетінде оқам, 2010 жылы бітіргем. Мұнай саласында істедік, мұнай саласынан шығып, кейін бизнес саласына 2013-те кеткен жайымыз бар. Әртүрлі жобалар жасағанбыз. Ең алғашқы жалпы инвестиция тартылып жасалған жоба ол Рафаэль Кофе. То есть 2018-де біз кофейня аштық. Рафаэль Кофе бізде енді әртүрлі не болды. Сол кезде менде бір не болды, вариант болды менде. Бұл жерде бірінші не болады? Терең кіріп кетпейді. Бірінші кімде кәсіп бар, кімде енді бастайын деп жатыр. Кімде кәсіп бар? Бізде бар, 1, 2, 3. Жартысы кәсіпкерлер. То есть дальше енді кәсіпті дамытуға инвестиция керек қой сіздерге, да? Или жаңа біреулер енді өз кәсібін ұнатпайды, басқа бір проект бастағысы келеді, ондайлар да бар шығар. Жалығып, немесе анау кіріс ұнамайды деген сияқты. Бастаушы кәсіпкерлерден кімдер? Бастаушы кәсіпкерлер сіздер, жоқ, бастаушы әлі бастамағанда ойында идея тұр, гениальный, өзін чуть ли Стив Джобс санауы мүмкін, қырып жоям, бірақ соған бір сәл ақша болса бастап көтерем дегендер, сондайлар барша. Жалпы бәрімізде сол ғой, бір ойдан пайда болады, бір ауадан келмейді ғой, негізі идеяның өзін Алла Тағала береді, бір жерден келеді. Сіз еңбектенген үшін сізге сіздің жүрген жеріңізге қарай идея береді негізі. Мысалға, егер ауылда тұрсаңыз, ауылға байланысты идеялар келеді, дұрыс па? Шөпке байланысты, тракторге байланысты. Егер де қалада, Шымкентте тұрбаса, соған қарай бір жақсы идеялар келеді. Қасыңыздағы орта қандай болса, соған қарай идеяңыздың качествосы жақсара береді. Егер де Америкада тұрсаңыз, сізге криптовалютаға байланысты, или бір IT-ге байланысты идея келуі мүмкін. Сондықтан идеяның качествосын жақсартам десеңіз, қасыңыздағы ортаны істеу керек. Қаланы өзгерту шарт емес, жақсы ортада жүрсеңіз, жақсы кітап оқып, шетел аралап, сол кезде әртүрлі идеялар келеді. Соответственно, бірақ та енді инвестиция тартуда бірінші алғашқы советім ол бірден, мысалға, ештеңе істемеген болсаңыз, кәсіпте бір опыт болмаса, бірден жаңағындай кейде жазады, бірнеше миллион доллар проекттер керек, байымыз бірге, рәке, давай деп жазатындар бар да. Бірақ жоқ, кәсіп қандай, может, араларыңызда отқанда ол мүмкін, ол жазады, бірақ қандай кәсіп бар? Қазір жоқ кәсіп деген. Или бір үйінде бір әйел отырады, үйде отқан әйел, тоже бірнеше миллион доллар сұраған кісілер болды да. Негізі бірден ұрынған, негізі нежелательно. Өйткені оны көтере алмай қаласыз да. Ондай суммамен жұмыс істеп көрмеген адам, скорее всего, ол банкрот болады. Скорее всего, 90%. Ол қаншалықты гениальный болса да, бірінші кішігірім неден бастау керек. Біз енді өзіміз бірден үлкен
анау мынау проектті менсінбей жатамыз ғой жаңағы. Бірден үлкен бір тойхана ашып тастаймыз жаңағы. Егер общепит ашатын болса, бірден үлкен бір нәрсе ашуға тырысамыз. Майдадан басса, азырақ бір инвестициядан бастап, басын даже желательно жаңағы арамызда жаңағы кәсіпкерлерге Алла разы болсын, басын бастап, уже дәмін татып, уже ақша келетін біліп, уже енді міне түсініп тұрсыз, мынау ататын проект уже істеп көргем, сатып жатырмын уже. Сондай проектке инвестиция оңайырақ тартылады. Ондайлармен бізге де жұмыс істегенде оңай. И инвесторға негізі көбісі тіпті Марғұлан ағаның өзі, Марғұлан ағаның бәрін танисыздар ғой, жақсы, ең крупный инвесторлардың біреуі. Ол енді $1 миллион жоғары төмен проект қарастырмайды. Сондықтан кей кезде болған бізде клубта жүріп біреулер білмеген да, 100 мың теңгелік, 100 миллион теңгелік жобамен барған, бірақ оны білмеген ол принципті. $1 миллион кем болса салмайтын. Соответственно, автоматом отказ. Сондықтан да бірінші 5 миллионды көбісіне негізі статистика бойынша бізде тартылған инвестициялар 5 миллион мен 10 миллионның арасында керек болатын. Көбісіне бір ары кетсе 15 миллион бастама ретінде. Жоқ, кім 5 миллионға дейін керек инвестиция, мысалы. Бар ма 5 миллион жетсе, жетеді деген сияқты. Кім мысалы 10 миллион керек дегендер? 10 миллион, 15, 20 дегендер ма? 30. Сізде қандай? Фастфуд. Сіз Али Донерденсіз қой, есімде, Инстаграмда бір жерде көріп, есімде, қош келдіңіз. Келесі точкаларға инвестицияға жет қой, істеп тұр, уже ақша әкеп тұр. Соны үлкейтіп, орынмен, отыратын жермен ашпақшысыз ғой, иншалла. Қанша точкаға инвестиция қарастырдыңыз? Пока біреу, біреудің. Негізі жалпы тартып жатырмын десе ол тез келеді да. Негізі бізде сондай, негізі кәсіп жүріп тұрған возможности барларда бізде андай бір айлық программа бар. Уже бір айда жұмыс жасаймыз да, отырып тығыз жұмыс жасап, бір айдың ішінде тартылып кететін дейді, чтобы бастап ара жалғастырып кететін. Ал бірақ базовый курсымызда бар бір апталық бастап уже сол немен де тартып кетуге де болады, егерде бәрі дайын тұрса. Енді айтайын деген сол егерде бастап кезде аздан бастап, ары қарай уже жүріп тұрған нәрсеге тарту оңайырақ дедік. Хотя бы жүрмесе де бір кішігірім форматта істеп көру керек. Мысалға, бізде мысалы тәжірибеден кофейня, үлкен кофейня емес, бір кішігірім бір кофе машинамен бастап, соның өзін дәмін татып, қалай өтеді деген ненің өзі не болады, жеңілірек болады. Келесінде уже оңайырақ болады, үлкенірек проекті. Мысалы, қазір 7 тандырды бәрлеріңіз білесіз ғой. Үлкен или 7 тандыр арасында бар ма отқандар? Бағана Кәусар егелерін біреумен сөйлестік, Эльмира ханыммен таныстық. Бүкіл партнерлармен таныстық. Біреу Ғанеке, біреу Жомарт деген жігіт бар, Эльмира деген ханым. Олар франшиза бастап жатыр. Бірақ Шымкентте өздері келесі точканы инвестиция, даже тұрған инвесторлары да дайын да, бірақ олармен дұрыс келісу үшін де кей кезде бізде адамдар келіп оқиды да, чтобы бір жерден бір сәл бір ошибка кетсе, доляда дұрыс келіспей қалуы мүмкін соншама тартылып жатады. И сәл каждый үлкен проекттерде каждый доля маңызды да, оны сақтап қалу. Сол үшін өз жерде де араларыңызда инвесторлар бар ма, чтобы білу үшін да, вдруг инвесторлар қаншалықты біз жамандамаймыз енді. В смысле, кәсіпкерлермен отқанда, кәсіпкерлерге жақ боласын, инвестор екі жақты кездестірген кезде нейтральный боламыз да, обычно. Чтобы ананда құқығын қорғап, мына жақта құқығын қорғап деген сияқты, чтобы соны не қылмау үшін. Енді жалпы бүгінгі жаңа айттық, кофейня жайлы айтып отырдық қой. Қай жер неден бастағымыз, не үшін ол инвестиция деген. 2018-де біз Проспектус бизнес клубының академиясын бастаған кезде алғашқы біздің не істеміз, неге бастадық? Оның алдында біз кофейняны, Рафаэль кофені біз 9 миллион теңгемен не істедік та. Біз ойладық кей кезде инвестицияны көресіз ғой, кофейняны
қанша ақша кетеді деген сияқты, атамекен 100 идея деген сияқты бір кітапты ашып көресіз, қарайсыз, ана жерде 3 миллионға кофейня ашуға болады дегенде. Көбінесе сол ошибка, что жаңағы бизнес планда жаңағы шығындардың дұрыс есептелмегендіктен жаңағы кейде аз есептеп қоямыз, жаңағы осы жетеді 3 миллион. Сол жерде 3 миллион тұр, все 3 миллион керек. Бізде как раз сол моментте не болды, жаңағы миллион теңге тұрды, так ар жағында 2 миллионды біз өзіміз либо не істеп саламыз, либо инвестиция тартамыз деп, сондай екі ойлы болып тұрдық. Мүшелерге осындай жарияладық, осындай біз кофейня ашсақ деп. Сол жерде жаңағы 5 инвестор шықты. 5 инвестор шықты. Әркім әртүрлі, біреу миллион қояды, біреуінде ақшасы жоқ, бір жерден тауып салам дейді. Сондайлар да болады, ақша болмаса да бір доля кіріп дегендей. Арада сол бөлмені жағы мінез жағынан, құндылық жағынан жан-жақты сәйкес келетін жаңағы бір партнер таңдап, сол мүшелердің арасынан не істедік, бастадық та. Біз ойладық, сол 3 миллион жетеді деп. Сол кезде бір мынандай көп айта бермеймін, бірақ сіздермен бөлісейін. Кейде болады, қалтаңызда бір ақша болуы мүмкін, миллион теңге, сөйтесіз даже бір машинаға қызығыңыз мүмкін, дұрыс па? Машинаны жаңартайын, жетпеген жерін істейін. Негізі мен өзім кредит ала бермеймін, кредит алмаған. Сондай бір не болды, іште болады, кейде адам бірден бір андай бір жетпеген жер, машина алғысы келеді, жетпеген жерін давай ұрып жіберейік. В общем, Алла кешірсін, в общем, аз процент кәсіппен ұрып жіберейік деген сияқты ой болды. Өмірде бірінші рет сөйтіп жаңағы қарасам не шықты да, жаңағы одобрение шықты. Ішінен 6 миллионға бір Прада тұр, 5 миллионға несін не керек, оформить ету керек та, в общем, одобрение шығып тұр, бір жылда беріп тастаймыз деген сияқты. Сөйтіп Алматыға барып, жаңағы Прадоны несін тауып қарастырып ше, дұрыс көз түсіп, бірнеше варианттардың ішінен келісіп, предоплата беріп оған. Ол үші Тараздың жігіт, ол анаяқтан айдап, номерін шештіріп, Шымкентке дейін айдатқызып келіп, Шымкентке келген кезде ол екінші рет тексереді екен. Құдай сақтап қалды негізі. Кредиттен сақтады да, негізі. Сол историяны бұзбады да, кредит алмадым деген сияқты. Сол жерде екінші рет тексерген кезде отказ шықты. Сол моментте жаңағы не болды, ана енді предоплата кетті, в общем, кешіресіз айтып өз, давай, до свидания. И жаңағы екі ойлы болып тұрдық қой, бір жерінде негізі не дейді, жаңағы бізде сонда қазақта сонда ақша бітсе, хотя бы кішкене бітсе, сразу бір нәрсе алып жергісі келіп тұрады, жарат жергісі келіп тұрады. 5 мың теңге бітсе, сразу ойне, алдында пост жазып, қолыңызға бір 5 мың теңге түссе, сразу ойне келеді, қалай бұны жаратсам болады деген ой келеді да. Мынандай ой келмейді да, қалай бұны көбейтсем болады деген ой келмейді обычно, 90%. Негізі сол нағыз бай адам мышлениясы, мен бай кедей деп бөлмеймін, жоқшылық и молшылық деп бөлеміз да, конференцияда жаңа ұғымын. То есть біреулер жоқ дей береді, уақытым жоқ, ақшам жоқ, бизнес бастайын десем, бәрі солай, мүмкіншілігім жоқ дейді. Молшылық мышлениясы бар адамдар мүмкіншілікті көреді, инвесторлардың бар екенін көреді. Шымкентте қандай инвестор табасың деген сияқты ой болады мысалға. Сонда бар шығар, қалай ол мүмкін емес. Біреулер сенбей кеткен уақыттар болды. Бір кісілер стаканна, бумажный стаканна. Осыдан кейін біз видео түсіреміз да, соған стакан алып келеміз. Стакан шығаратын завод жоқ бізде. Цех жоқ та Шымкентте. Сол кісілерге инвестиция керек болды, 20 миллион. В принципе, біз ол проектке сендік, бірақ до конца сенген жоқ аналар. Инвестордың сондай бар екеніне, сондай адамдардың салатына сенген жоқ. Сенбегеннен кейін уже не істей алмады. До конца бара алмады уже. Бір ұйғыр бауырларымыз болды. Енді әртүрлі достар болды, сұрап жүрген сол. Осы рахат егер стакан не қылсақ, бізден аласың деген сияқты. Тем более бізде нелер общепитте даныстар көп. Бір жағынан бізде Ташкенттен келеді, бір жағынан Алматыдан келеді стакандар. Бірақ сол сенбегендіктен сол проекті не істеді, іске асырылмады. Солай да, енді сенуге дәлел ретінде мынаны айтайын сіздерге. Қалай ол? Статистика бойынша бізде Национальный банктың статистикасы бойынша бізде 10 триллионға жуық теңге депозитте жатыр. Адамдардың ақшасы депозитте ұстайды. 10 триллионға жуық теңге
ол депозитте қандай адам ұстайды? Депозитте ұстайтындарыңыз бар ма енді? Енді шындарын айтшы, жаңағы қызыма, балама деген сияқты, или тойға деген сияқты, или болашаққа деп па, жилстройда жинап жатқандар бар. Иә. Мысалға, депозитте кей кезде бір идея келмей, не істесем болады, хотя бы депозитте тұрсын, 12% келіп тұрады деген сияқты көп адам бар да, сондай. Сондай адамдар қаншама қырғын, и сол адам депозитке барады да, сондағы инфляциямен ол жоқ болып кетеді. Инфляциясы бар, ортада девальвациясы бар. Сөйтіп ортада почти ештеңе таппайды да. Бірақ енді неден көрі жақсы, Рабиға деген қыз жаңағы коучингті, ол неде медицина орталығына ашқан, қанша миллион тартты? 8,5 миллион тартты. Қазір 15 миллион тартып жатыр. Дальше развитие үшін. Жалпы солай то, что көп адам депозитте ұстайды, себебі ойына бір идея келмегендіктен. Егер де ол кәсіпкер болса, өзіне бір құятын жер болса, ол құятын еді. Құя алмағандықтан, вариант болмағаннан кейін не істейді? Тем более жаңағы оның депозиттің өзін негізі рұқсат етілмеген білмегестіктен не істейді? Депозитке салады. Желательно салмаған дұрыс. Даже біреулер бар, енді неге салады? Квартира алады да, квартира сақып қояды. Квартира өзін бір 20-30 жылдақтай шығарады, среднем 40 жыл мәлді. Оны еще даже жилстроймен алу мүмкін, оны даже кредит ары қарай бір 20 жылдан кейін менің немере ұрпақтарым рахатын көреді деген сияқты ше. Бірақ сол ақшаны бір бизнеске, біреудің жобасына қате. Либо өзіңіздің, біз негізі адамдар былай айтамыз, негізі любой адам инвестиция жасау керек та өзіне. Либо өзіне жасайды да, келеді, бізге келеді да, оқиды, инвестиция тартып, жобасын іске асырады. Бұл бірінші вариант инвестиция. Екінші вариант, ондай жоба болмаса, онда хотя бы ақшам бар ма, хотя бы біреудің жобасына құй. Жаңағы сенетін, конечно, бас алып, көз жұмып алып құйып жібермейсіз ғой. Қарайсыз жаңағы ол жоба жүре ме, жүрмей ме, танысасыз ана адаммен. Одан кейін барып құясыз. Өйткені көзінде от бар ма, жоқ па? Инвестор неге? Бірінші очередь сіздің жаңағы жобаңызға құймайды. Бірінші очередь сіздің өзіңізге қояды да, көзіңізде отыңызға қояды. Өзіңізде энергетикаға қояды. Қаншалықты честность, қаншалықты іскерсіз, іске асыра аласыз. Проектте әңгіме болмауы мүмкін көбінесе. Но вот именно сол идеяда да әңгіме болмайды. Просто сіз оны іске асыра аласыз. Мәселе сол. Егер де сізге сенім мықты болса, сіз даже если оны ашып көрмеген болсаңыз да, сізге құйып жіберуі мүмкін да. Өйткені сенімге байланысты. Сондықтан да адам бірінші очередь не? Инвестор сізге құяды. Сондықтан сіздің өзіңіз жанып тұруыңыз керек та. Дұрыс инвестормен дұрыс келісе алу, чтобы оның көзін жеткізу проекттен. Кейде болады мысалға, қазір бір жақында бір инвесторлармен, бізде неде жүрген кәсіпкерлердің жобаларымен кездестірдік. Арасында асық жобасы бар да, асықтың производствосы. Негізі ондай, может, ойға келген шығар, бір 10 қазақтың біреуіне келген болуы мүмкін, 100-дің біреуіне. Но бірақ ешкім әлі дұрыстап іске асырған жоқ. Жаңағы асықтың производствосы деген. Негізі өте күшті проект, өте өзгеше проект. Біз алдында конференцияда ең өзгеше проект деп, жоба деп не бердік, сертификат. Өйткені шынымен де өте маңызды қазақтың салт дәстүрін жандандыруға, балаларға не ойнауға да, мысалы ойыншық магазиніне барсаңыз, ол жерде то есть астықты көріп сатылмайды, дұрыс па? Бірау сіз барып қашан соңғы рет балаңызға бүйтіп асықты мүжіп бердіңіз? Мен мысалы мүжіп бермегем да, то есть оны мүжіп отыратын уақыт та жоқ, қазір уақыт қысқарып кетті ғой. Жаңағы баяда енді кішкене енді қымыз ішіп отырып, жаңағы уақыт көп, не істеймін, одан да осының несін мүжіп берейін. Уақыт жетеді да, қазір оны бүйтіп отырып не алатын уақыт жоқ, соответственно, ол автоматически ол асықтың ойнауы деген қалады да, қалады ол. Қалмау үшін не істеу керек? Соны, получается, сол процесста автоматизировать ету керек та, қалай? Производство арқылы, пластмасс, асық. Сол қазір сол жігіт мысалы инвестиция тартып жатыр. Бірақ та кейде болады. Ау? Қалай? Я біреу уақытша даже тартты инвестиция. Бізде видео көріп жігіт еркек болған уақытша инвестиция берді 500 теңге. 500 теңге инвестиция беріп, чтобы көріп, тесттеп, не істеу үшін. Үстіндегі пайдасымен, чтобы пайда тауып уақытша. Қазір дальше тартып жатыр. Негізі проектке 5-6 миллион керек.
Бірақ жақында кездескен кезде енді инвесторлар ұнатты да проект, бірақ алғашқы кезде жағы энергетиканы болмағаннан кейін әлі құйылған жоқ. Кейде болады энергетика жетпегеннен кейін, мына отты көрмегеннен кейін проект қанша мықты болса да құймау мүмкін. Біз көбінесе бірінші бір затты имидж еткіміз келеді да, сразу бір мақсатқа жететін машина, жағы бір инвестор, бір көп ақша келетін бизнесті қалаймыз ғой. Бірақ мына жақта соған әрекет жасаймыз да, бірақ мына жақта соған лайықты бірінші болу деген моментті ұмытып кетеміз. Өзіміз қандай болсақ, бизнесімізде сондай болады. Сондықтан өзіңіз мықты болған сайын, сіздің жағы оңай болады да тарту. Өзіңізге деген сенім, жағы энергетика, одан кейін бар уже проектті қарасыз. Проекттер, кез келген проект көбінесе жақсы проекттер көп, просто оны іске асыра алатын адам маңызды. Инвестор кейбіреуде мынандай ой болуы мүмкін. Қазір мен идеямды айтсам, инвестор менің идеямды алып, не істеп кетуі мүмкін, өзі істеп кетуі мүмкін дейді. Негізі көбінесе реткі болады инвестор егерді жағы. Болады енді ниетіне қарап көресіз ғой, сізде кішкене қарап отпау керек қой, жағы кім ол, қандай ниетпен келіп отыр. Но бірақ та көбінесе инвестор оны өзі іске асырғысы келмейді ол. Жағы сол ақшаны бір жер құйып, лучше сол ақша әкеп тұрсығаны керек та. Лучше проще оған бір проектке салып, жақсы бір партнерға салған жақсы да. И сол проект, партнер соны іске асырғаны проще болады. Дұрыс па? Надежный партнер сол жүгіреді, сол жасайды, өзі сол идеяны жақсы көреді, түнде соны түсінде көреді. Сондай адам қойған жақсы да, проще. Өзінде идеясы жетпей жатқаннан кейін жағы салады да. Бірақ не всегда 90% сіздің идеяңызды іске асыру шансы өте төмен. Дәл сіз сияқты асыру шансы өте төмен. Солай, то есть получается біз вариант болып тұр солай. Мынақта Прада тұр, мынақта кофейня тұр, не істейміз деген сияқты. И жағы мынау тем более Алла нәсіп етті, отказ болды. Мына жақтан одобрение болды да инвестордан. Сөйтіп инвестор 2 миллион салып, соны бастады, ремонт басталды, не істеді. Бәрі қарасақ, ол вообще 3 миллион жетпейді. Жетпей уже таусылып қалды. Инвестордан өзіміз тағы бір жерден тарттық, плюс инвестордан тарттық. Сөйтіп ең соңына өшім. Ортада не бар біздің жағы? Водитель жүрген өз жерде сол не болды жағы? Сол жерде прораб жағы, главный солны іске асырушы болды. Ол жерден біраз нелерде болды өшім. Желінген ситуациялар болды, артығымен жағы материалдар, өшім 8-9 миллионға кетті өшім анау кофейня. Жалпы осы алғашқы инвестиция тарту несі осыдан басталды да. Осыдан кейін біз әртүрлі академия ашылып жатты. Сол кезде біз осы нені курсты бастап адамдарға инвестиция тарту бойынша не істей бастадық. Екінші точканы біз Арбатта аштық. Тоже бұл кезде бірақ 100% инвестор болды. Бірақ бұл жерде де сіздерге бір 9 миллион теңгелік бір сабақ алған, то что инвестордың дұрыс таңдау. Инвесторыңыз, партнеріңіздің көзқарасы сәйкес келмесе, мировоззрение дейді, құндылықтар сәйкес келмесе, ортада постоянно конфликт болуы мүмкін. Сол үшін сіз ол проектті уже несі қашады, берекеті қашады да. Сөйтіп енді бірінші кіммен, одан кейін барып нені, бірінші кіммен істейсіз. Мысалы бір бизнесте де командаға да мықты команда керек қой. Одан кейін барып жағы нені, бір қандай мықты жоба болса да, қасыңыздағы партнеріңіз, командаңыз онша емес болса, онда сіз оны іске асыру қиын. Сондықтан бізде сол келісе алмағандықтан ол проект қалды, екі жаққа бөліндік. Тағы бір енді бастаушы кәсіпкерлерге әсіресе арналған, енді әртүрлі вариантта инвестиция тартуға, доляға, немесе жағаға, уақытша инвестиция тартып атады. Егер де сізде уже жүріп тұрған болса, кәсіп бизнес жүріп тұр, бірақ сіз кейбіреулеріңіз жаңа доляға алғыңыз келмеуі мүмкін, кейде болады. Ол да болады да, уақытша тартып, 6 айға, 1 жылға. Уақытша инвестиция тартып, определенный пайдасымен, дивидендмен қайтарып беруіңіз мүмкін, чтобы мынаяқтан доляңызды сатпау үшін. Ал бірақ та
сізге особо нормально қабылдасаңыз, сонда доляға да алсаңыз болады да. Егер жаңадан бір точка ашып атсаңыз, желательно доляға алған жақсы да. Жүрсе де бірге байысыздар, жүрмесе де сіз қарыз болып қалмайсыз да. Сол жағы бар. Рискті жағы инвестордың рискті, определенный рискті алу өте маңызды. Кейін рахат айтты деп, инвестиция тартуға өкпелеп кетуіңіз мүмкін да. Бизнеске деген желание кетіп, қарыз болып, мойныңызда 10 миллион қарыз тұр, өз алдында баяғы өмірім тыныш еді, жаңағы. Онан да сол харамға, одан да сол кредит алу керек еді, одан да пайыз аз болар еді, деуіңіз мүмкін. Әртүрлі лучше қарыз алу керек еді, деген сияқты әртүрлі нелер болуы мүмкін. Сондықтан да желательно жаңағы долядан аямау, дұрыс келісіп, жаңағы инвестормен дұрыс келісу. Сұрақтар бар ма осы жерге дейін, да, чтоб енді инвесторларды қайдан, енді тақырыбымыз не ғой, инвесторларды қайдан табу. Сол үшін ең басты соның ответін алып кету керек та. И қалғандар бәрі бонус. Ау? Бізде сонда орта бар ма, инвесторлар бар бір ассоциация ма, евро? Евро дедіңіз, не дедіңіз? Орта, аха. Ассоциациялар ма, типа инвесторлар? Негізі атамекен сонда орта создавать еткізуге тырысты. Болды ситуация ондай. Жаңағы мен сол жерде нелерді совет кеңесшілерінің несінде болдық. Керемет болды. Кім болды? Алдыңғы әкім кезінде Ғабидулла мырза кезінде зам әкім кім еді? Бір тағы бір болашақер. Дана Джумин болды. Сол жерде отырып, бәрі жағы ангелдердің, бизнес ангелдердің жағы клубы деген сияқты сондай бір басталатын болған. Бірақ ол айтылды, бірақ ол іске асырылған жоқ. Біз оның алдында сол инвесторлар клубы деп бастағанбыз 3 ай бұрын. Қалай? Заочный. Мысалға, бізде нетворкта, мысалы, біреуде 5 миллион бар, біреуде 10 миллион бар. Сөйтіп, сұраған кезде, проект сұраған кезде, сол кісілермен не істейтінбіз, біздің түлектерді сол кісілермен таныстырып, иногда ұнатқан проектке салып отырады. Бірақ одан да мықты бір не таптық, сонымен бөлісетін боламыздар. Вообще, жалпы орта желательно керек, өйткені доверие болады да. Мысалға, клуб мүшелері, мияқта да бір инвесторлар болатса, бір-бірін таныса оңайырақ құяды да. Өйткені бір-бірін таниды ғой. Но бірақ та ол сызақ тартуға болады. Одан басқа қандай сұрақ бар? Инвестор менен жаңағы мысалы алатын адамның арасында сіз кім боласыз? Біз, получается, қазір енді бизнес-клуб болып бастадық. Сосын академия осылды 2018-де. Қазір как бы инвестиционный площадка болдық та. Бір жағынан яқта кәсіпкерлерді оқытамыз, обучать етіп ше. То есть, мысалға, былай ғой, в общем, көбінесе кәсіпкерлерді инвестиция тартуға оқытамыз, бірінші очередь. Ең басты приоритет кәсіпкерлерге инвестиция тартып беруге атсалысу. Бұл бірінші приоритет. Екінші приоритет де қазір жаңағы инвесторлардың несін жинау, чтобы наяққа проще болу үшін. Оқып шығып, түлек шыққаннан кейін барып сразу резко на месте не істейтіндей ше, уақыт кетіп бермейтіндей. Бірақ данный момент қазір площадка ретінде, получается, бір айлық не істеп жатырық та, допустим, кәсіпкерлерді алып, бір ай жұмыс істейміз, оны жаңағы направление беріп отырамыз. То есть әр аптада сабақ болады, сабақты алады да, заданиялар беріледі. Пока анау тартылғанға дейін біз жұмыс істеп отырамыз. Егер де вдруг тартылмай қалса, ақшасын қайтарып береміз. Жаңағы гарантированный ақшасын қайтарып береміз. Сондай бір, енді, конечно, нәтижені бірақ Алла тағала береді да, бұны ұмытпау керек. Жаңағы мен инвестиция тартып берем деп отырсам, біттің болды. Бұрынғы бүкіл бұдан былай инвестиция тартылмайтын болады. Жалпы солай. Енді қазір как раз осы бәрі бір-біріне байланысты инвесторларды қайдан табуға болады деген сұрақ. Бірінші очередь, түртіп жазып бастасаңыздар, бірінші очередь мынау, ол сіздің 80% инвесторлар сіздің жаңағы таныстарыңыздың арасынан шығып жатады. 80% көбінесе сізге құю шансы өте жоғары. Егер сізде күшті біреуге ақша тауып беретін бір проект болса ше, ақша алып келетін.
біреуге подруга, біреуге жаңа дос, біреуге жаңа туысқан, құдалардың арасына бір инвесторлар жатады. Бірақ көбінесе мынандай болады. Оған дейін оны инвестор ретінде көрмеген да, сондықтан оған ой келмеген да ондай. Оған бір ақша сұрап, давай проект жасайық деген ой келмегендіктен, оны инвестор ретінде көрмегендіктен көбінесе солай жүре береді. Жаңа инвестор жоқ, мен таныстарым жоқ. Жоқ деген бір жігіт Ташкенттен, Өзбекстаннан көшіп келген бір қазақ жігіт болды. Сол ашин давай жазайықшы дегеннің өзінде бір 20 вариант шықты да. Вообще Шымкентте танысым жоқ деген адамның өзі. Енді ойласа, танысы біреу бір жетістікке жетіп жатса айтады ғой, оның танысы бар ғой, оның жаңағы танысы бар, оның министерство танысы бар деп айтады. Көкесі бар оның. Жаңағы қуанышы бар мүмкін. Онда сен де танысып алсайсың онда. Менде кезінде таныс жоқ болды, танысып алдым. Танысып ал, танысымды көбейді. Қазір ол заман, оны отдельно бір не жасап жүр адамдар. Нетворкинг деген тренинг, жаңағы танысты көбейту, қалай көбейту керек деген. Ортаң неғұрлым мықты болса, соғұрлым успеш. Негізі Гарвард университетінде исследование жасаған. Шынымен номер 1 успех ол неден басталады жаңағы. Қасыңыздағы нетворкингіңіздің қаншалықты мықты болғанына, сіздің қаншалықты успешный болуға көмегін тигізеді. Қасыңызда өңкей мықтылары жүрсе, сіз де мықты боласыз да. Инвестиция тартуыңыз да оңай. Так что бірінші мәселе 80%, құдай біледі, жартысы жобалар тупо таныстардың арасынан шығып жатады. Просто контактын ашып, бір қыз болды сондай, семинар осындай не болды да. Не істеді? Упражнение бердік та, дәл қазір ашып, контактын ашты да, бір 10 шақты бір ақшасы бар ау деген адамдардың список, аты жөнін, телефонын жазып шықты деген. Жазып шықты. Сөйтіп, үйіңізге барып бір звондап көріңізші, соны не дер екен деп задание бердік та. Болды, ары қарай одан кейін бір күндік семинар кездескен жоқпыз. Сөйтіп, сол бір соны істеген де, басқалар бәрі жазып шыққан. Біз сол біліп тұрып кей кезде істемейміз да. Соны звондаса енді, жоқ. Сол жарты жолда ол мотивациясы жетпей қалып, жарты жолда соны жете алмай қалады. Сөйтіп істей алмай қалады. Кейбіреулер даже мына жерге жете алмай қалғандар бар. Келіп, тарту керек, бірақ қойшы, тартпай қойшы дей салуы мүмкін. Просто тұр алдында контакт бір қыз звондаған, 10 варианттың ішіне. 4-ші номерге жеткенде инвестор тартылған да жаңағы. 4-ші номер. Бір подругасы айтқан, и то оның ішінен шықпағанда, бірақ тартып атқан подругасы естіген ғой, подругасына звондаған, ода ақша болмаған, сөйтіп ол бір туысқанына айтқан, осындай бір подругама инвестиция қарасы бір проекті бар деген. Ода еще проекті жоқ еді да. Просто ана упражнение істеп көрейінші деп не қылды да. Сол сөйтсе жаңағы бір күні кофейняға кіріп бара жатсам, жаңағы отыр, күйеуі отыр жаңағы. Мен ойладым, машин кофейняға келіп кофе ішіп отқан шығар десем, кешесі мен шығып бара жатқанмын уже, 10 минут сөйлесек болады, не болды? Ертең мен инвестормен кездесейін деп жатырмын, в общем, проект жоқ, не айтсам болады дейді да. Бір адам бірінші проект дайындау керек шығар, және сөйтіп амал жоқ не істедік, енді қандай варианттар бар енді проекттер. Енді вариант ретінде жаңағы бір танысы бір кафе ашыпты. Одан кейін вариант ретінде сіздер барсыздар. В общем, қайсы вариантта жатыр? В общем, кофейня ашсақ. Болды, онда бізде как раз презентация бар, франшизаны бір ұсынып көр, сонымен хотя бір көрсететін бір нәрсе болсын, франшиза бар осындай, Рафаэль, сол деген сияқты. Деген секілді, демек не, иногда просто алып, телефонды ашып звондау керек та, звоноктар жасау керек. Неғұрлым көп звонок, соғұрлым вариант көбейеді. Енді бұл бірінші вариант. Екінші вариант, сол танысыңыз айтқанда, сіз ойлайсыз, ақшасы бар ау деп. Болмай қалуы да мүмкін, дұрыс па? Скорее всего, жоқ, менде ондай. Рахмет, мен туралы жақсы ойладым, бірақ мен оны жаратып қойған едім, той жасап қойдым, бір жерге салып қойдым, жаратып жердім, үй алдым, машина алдым. Бірақ соның таныстың танысы, оның өзінің таныстары болады ғой. Сетевой маркетинг көшім, астыңа қыз жазасың, сеть көшім, нетворкинг деген, нетворк ол сеть. Сеть ол тек айтишниктердің сеть емес, нетворк, адам неғұрлым нетворк. 6-шы қолдан кейін, уже Назарбаевтың қолынан алынған бір адам шығады обязательно дейді ғой. Сол секілді сетіңіз арқылы табуға алуға болады негізі. Ана танысы арқылы өтер айтып,
жариялаған кезде сізде жаза бастайды адамдар. WhatsApp'та не болуы мүмкін да, сіздің контакттарыңыз бәріне звондап үлгермеуіңіз мүмкін. Дұрыс па? Ернес қой оның бәріне бір барау дегендеріңіз ол ито. А вдруг сіз ойламаған адамдар сіздің дегіңіз болуы мүмкін. Ақшасы бар болуы мүмкін да? Сіз ойламаған жерден, сіз ойламайсыз, бір жерде қалып кеткен, ол сіздің оның контакт сізде бар, сіздікі ода бар. Сіздің WhatsApp'тың сторисі бар ғой, 30 секундтық. Мен тест жасадым, тест жасаған нәрселерді айтадым да. Бұл жерде тесттен өткен нәрселер алып, бір күн инвестиция тартып жатыр деп сториске салып, бәрнеше біреу, Америкаға ұшып кеткен, давно бір баяда бізден виза алған. Мен Америкада жұмыс істеп жатқан едім, менде бір 1-2 миллион бар еді, қайда қойсам болады деген сияқты. Адамдар жаза бастады да, сторисқа түсірдім, достар, инвестиция тартып жатыр. Если что, осындай ақша тапқым келсе, енді сіз маған ақша керек емес, сізге жағы инвесторды сата алғанда, ол да бір инвестиция тарту, сату секілді ғой. Тартып, оған қандай пайда? Соны выгодасын айтып, қазір бүгінгі неден кейін барып тез десеңіз де кейбіреулеріңіз әшейін тартып кетуі мүмкін. Просто әшейін былай. Анау не сияқты. Өйткені нәтижені беретін Алла ғой. Сосын сіз әрекетіңізге байланысты. WhatsApp-та не істеп, уже біреулер жаза бастауы мүмкін да. Өйткені анау стористі көреді, біреулер ойлайды даже анау SMM-шіктен осы адамдар сонда стористі көре ма сонда деп. Көріңіз салып, көреді адамдар сіздің стористі не салды деген деп. Сіз салатындар бар ма араларыңызда WhatsApp-та бір салып жүргендер? Ішіп жеген, тамақ жеген, не кішкене отырып, мына отырым достар, тамақ, қыздар әсіресе не істеп жатыр? Сол отқан. Лайфқа шығып алып ештеңе айтпай отырады еще кей кезде. Кірет, шығады біреулер, кірет, шығады, кірет. Бір полезный бір нәрсе айтам, мен оны бірінші рет көрген кезде шок болғам. Біреулер лайфқа шығып жатыр дейді. Кіріп қалсам қазір бір нәрсе айтып жатқан шығар деп көрсем, үндемей отыр да. Қашан бір нәрсе айтады екен сөйтсем, біреумен сөйлесіп отыр. Потом анаған кірсем, ол да сөйтсем, сондай біреу сондай үшін қолданады, біреу ақша табу үшін қолданады. Так что WhatsApp арқылы да келуі мүмкін. Енді соңғы момент, кімде Инстаграмда қолданады? Қолданбайтындар бар ма? Жоқ, қолданбайтындар шығуы мүмкін. Бар ма? Жоқ, мен қарсымын. Қолданбайтындар бар ма? Сіз қолданбайсыз, Сіз қолданбайсыз. Негізде ол нормально, кейде бір болады. Кейде біз бизнес тренерлермен де жұмыс жасаймыз да, олар кейде бір не болады жағы. Жақсы просто бір өзінің бір сәл бір не жүрсе, поддержка берсе атайын деп тұр. Сондай кезде тоже олар наставничество алып, оларды нәтижеге жеткізуге атсалысамыз да. Кей кезде элементарный тренерлердің өзі Инстаграм қолданбайтындар шығып жатады. Жалпы қазір негізі, мысалы Қазақстан үшін мұнай қаншалықты маңызды болып келген болса, қазір Инстаграмдағы сіздің жаңағы таныстарыңыз бар ғой? Таныстар. Сол сіз үшін ол бір мұнай болу керек. Мұнай деген болашақ, кім анау Мейірбек мырза айтпашы. Инстаграмнан өзінің жаңағы кейде командаға сотруднигін тауып атасың, партнерін тауып атасың, клиентін тауып атасың. Еще жаңағы инвестор тауып атасың дейді. Басқа не керек дейді. Сол айтпақшы, сіздің енді подписчигіңіз аз болуы мүмкін, конечно, бірақ сіздің реальный подписчик болса, лояльный адамдар кей кезде соны не істеуі мүмкін. Енді 10 000-нан жоғары или хотя 5 000 подписчигі барлар бар ма, или 50 000 деген сияқты. Хау? Соны 3 миллиондық Сәкен аға несі бар? Ақшасын төлесеңіз сізге сторисқа достар, мынау мысалға Марат бауырым өзіне партнер іздеп жатыр, инвестор кету мүмкін да, мысалы ол бір гипотеза. Тестілеп көру керек. Пока тестілеп бір нәрсені көрмейінше, оны біле алмайсыз. Гипотеза демексіз жаңа әркім өзінің бір саласында бір негізі лучше болу керек та. Мысалға Қуаныш бауырым неден мықты? Маркетингтен лучше. Продажадан лучше. Қазір біз маркетинг жағынан жағы Гами деген бір несі болып отыр. Соларда біз миллион теңгелік несінде не істеп жатыр, тәжірибе алмасып, сол айтпақшы, любой бір гипотеза келеді ойға.
пока тестілеп көрмейінше білмейсіз да, ол жүреді жүрмейді. Сол үшін тестілеп көру керек айтылған нәрсе. Сенбеуіңіз керек, маған сенбеуіңіз керек. Просто соны істеп көріңіз керек. Сол кезде сіз көресіз. Дұрыс па? Біреулер жаңағы либо бір жер депозитте ұстап отыр. Сіз қанша ұстап отырсыз депозитте? Жаңағы секрет болмаса, көп емес, бір сол 1-2 миллион. Иә. Кейде болып жатады. Сондай адамдар біз бір-бірін не істеуі мүмкін да, сіз мысалы жібересіз таргет. Ол сізге заявка күйінде жаңағы сізге WhatsApp-қа жаза бастайды. Дұрыс па? Вообще ешқандай орта деген не ол? Міне орта, міне нағыз. Бүкіл орта сол Инстаграмда жатыр, Фейсбукта. Любой адам таба аласыз. Инвесторыңызды, франшиза, партнеріңізді деген секілді. Түсіндіре алдым ба осы инвесторлар қайдан табуға болады? Реальный, біз даже таргетингте жіберіп көрдік, бұл жұмыс жасайды. Таргетингте жіберіп көрдік. Қазір жағы 3-4 миллиондай таргетингтен мысалы келді жақында. Просто әшейін былай. Мен өзім андай таргетолог емеспін. Бірақ ана таргетинг оңайлығы сонша бір күн отырып, фитнесте отырып, видео түсіріп, соның продвигатьте басып жіберіп, ол сол жерден варианттар шықты. Егер бүйтіп, кәдімгідей жүйелен, бүйтіп көңіл бөліп, видео түсіріп, еркебұлан сияқты бір видео тауып, постер жасап, кішкене дұрыстап бүйтіп несеңіз, онда жаңағы көбірек заявкалар келеді. Соответственно, сіз, конечно, ерінбеу керек. Отырып, звондап, кездесіп, арасында сіздің будущий инвесторларыңыз шығып қалады. Осылай. Қазір солай осы нені не істеп жатыр? Ең более бізге тәуелді болмайтындай, біреуге даже таныстың арасында шықпаған жағдайда да осындай нелерді штат тарта алатындай. То есть инвестиция тарту үшін жүрек керек, кезде өзіне сенбей жарты жолда қалып қалуы мүмкін да. Сондықтан не істеу керек? Бір шетке қорқынышты бір шетке қойып, бір шетке сырып қойып, әрекет жасау керек. Осы варианттардың өзін істесеңіз, біреуіңізге болмаса біреуіңізге тартылады. Қандай сұрақтар бар тағы? Қазіргі таңда инвесторлардың алуы қандай? Данный моментте. Тартылған жағдайда. Талабы? Бірінші, оңдықты айтсаңыз. Ол как раз жағы Марғұлан аған демасы. Мейірбек мырза жазыпты. Олар Америкада жүр. Бүгін 30-ы. Бізге өзіңіз телефон сосын қатаңыз. Қазір мен бір датаны белгілеп жатырмын да. Қатысы бар сіздерге. Так, инвесторлардың талабы. Біріншіден талап бағана айттық, не істедік, кейбіреулерін айтып отырып, сізден сол сізге лайықты оған партнер болатын партнер іздейді. Сіздің идеяңызбен жанып тұрып, Марғұлан ағаны тыңдап көрдіңіз ба, жалпы осы неге байланысты? Как раз соны тыңдап көріңіз, ол кісі как раз инвестиция жасау бойынша не алады да, өзі инвестор, как раз полезный нелер бар, сабақтар да бар. Жалпы бірінші мәселе сіздің бағана не дедік? Сіздің потенциалыңыз, сіздің соны іске асыра алғандығыңыз. Көзден от көру, энергетика. Бір инвестор бар еді, айтқан, кездесуге барған кезде бір 3 стакан кофе ішіп бар, эмоциямен ұрып, барды, на эмоцияны қалай айтқанды түсінбей қаласын дегендей. То есть салбырап, бүйтіп, неуверен айтып отса, құймайды да. Сондықтан уверенность болуы сізден бір потенциал көру керек. Екінші мәселе, сіздің желательно, егер сізде рекомендация болса, мысалы, таныстардан, осындай сіз туралы рекомендация бере алатын кісі болса, өте жақсы да, сол кісі звондап, мына жігіт қалай өзі білуге ше, сол кезде оңайырақ болады. Допустим, біз мысалға түлектерге рекомендация береміз да, біреу мысалға енді өтеді, біз танимыз ғой енді. Танығаннан кейін кім қайсысы, қалай жұмыс жасады, қалай не болды, примерно мінезін көресіз. Соответственно, танығаннан кейін рекомендация бере аламыз да. Осы проект жақсы жұмыстар істеді, көрді, сатып көрді деген секілді. Үшінші мәселе, желательно Марғұлан айтпақшы, кей кезде бір партнерға қарағанда екі партнер болып жатса,
оңайырақ болады жаңағы жұмыс істеу ше. Біреу өз бір-бірін толықтырады да. Сондықтан екі партнер болған жерде жаңағы аман қалу шансы жоғарырақ дейді. Бірақ бір партнер болсаңыз да ештеңе етпейді. Но болатса, ол плюс болады. Төртінші мәселе сіздің жаңағы сізге не үшін сену керек деген сұраққа жауап беру керек та. Не үшін сізге құю керек деген. То есть қаншалықты сіз сенімсіз, и қасыңызда қандай команда бар. Сізде командада ең күшті қасыңызда адамдар болса, тарту оңай болады. Инвестор өйткені шетелде, мысалы Америкада көбінесе командаға бірінші очередь қарайды да. Мысалы, миллиондаған доллар IT компаниясы бірінші командаға салады. Олар дым жоқ, команда мықты разработчиктер бар, дұрыс па? Соған салады да. Қасыңызда өңкей, мысалға сіз бір общепит ашайыныз, қасыңызда мысалға сіз мына адам мықты повар, андай бір мықты мен управляющий бар, өзінің басында управляющий, мен администратор бар, мына кісі тағы не бар, официант бар деген сияқты, наставник бар деген секілді кейде. Наставник болса, ол үлкен плюс болады, көмектесіп отырады. Командаға құяды, командаңыздың мықты болуы. Туқа айтпақшы, мен өзім жалғыз, осы үшеуміз, инвестиция тартып жатыр, басқа ешкім жоқ, өзім бәрін атқарам болса, ол сіз іске асыра алмай қалуыңыз мүмкін да. Команданы дұрыс таңдай білуіңіз де өте маңызды. Одан кейін жаңағы не? Әділеттілік, иә? Мысалы, сіздің адамдар бірінші күдіктенеді ғой, салған кезде. Бұл адам лақтырып кетпей ма? Мен салам, ертең жоқ болып кетпей ма деген сияқты. Қалай қайтады ол? Сізге доверие бол. Мысалға анау продажада да сондай ғой, егер сізде доверие болмаса, сіз затыңызды, бір неңізді ешкім алмайды. Өйткені доверие жоқ та. Сізге довериеге қалай кіреді, сол кезде сізге инвестиция жасайды. Мынау жеті касание деген нәрсе инвестицияда актуальны. Бірден сізден кедесе салып сразу құйып кетеді деген нәрсені күтпеу керек та. Бір рет презентация жасауыңыз мүмкін да, бір кездесіп бір жерде. Келесі келген кезде бір финансовый модельді көрсетесіз. Жаңағы расчеттарды, қанша ақша табады, қанша доля, қанша уақытта ақтайды деген сияқты. Тағы бір кездесуде бір телефонмен сөйлесіп қалдыңыз, ол бір контакт, WhatsApp-та жазсын. Одан кейін ол, скорее всего, жаңағы қазір заманда уже Инстаграмға подписать етеді. Сізге Инстаграмға уже не істейді, не жазасыз, кімсіз, өмірге деген көзқарасыңыз қандай. Қазір инвестор түгіл, Шымкенттегі 5 миллион қойын деп жатқан инвестор түгіл, Америка мемлекеті, біз Америка виза жасаймыз ғой. Сіздің анкетада уже социальный сеттегі парақшаңызды сұрайды. То есть шарт ана жерде. Салу ше, ссылкасын салу. Инстаграм, либо Facebook. Сол жер сізге қарайды, қандай пост саласыз, вообще кіргізу стоит Америка, не стоит. Сол секілді инвестор да сізді қарайды да. Шешім қабылдауға оңайырақ болады ғой. Ана жерде көреді, посттарды оқиды, сізге подписать етеді. Ол бірден де құймауы мүмкін. Қарап жүреді сізді, посттарыңызды деген секілді. Сондықтан доверие болу сізден сені алатын адам күтеді да, сіз жақтан. А сіз соны көрсетуіңіз керек. Өзіңізді былайша айтқанда сата білуіңіз керек. Өзіңіз дегенде жақсы мағынада өзіңді сата білу. Идеяңыз сатасыз, өзіңіз сатпайсыз. Бірақ инвестор сізге қойғандықтан, соответственно, сіз өзіңізді көндіре білуіңіз керек. Осылай. Қанша процентпен қайтарып алуды сұрайды? Ол инвестор... 3 миллион ақша керек та, студия ашу. Жақын өтсеңіз, шана кісі деп. 3 миллион керек. Қанша? Ау? Оны сосын қанша уақытқа сұрайды обычно? Сіздің тартқан инвесторге де байланысты. Инвестор егер доляға тартса, онда уже бірге көресіздер да, өмірдің қызықшылығын, ащы тұщысын бірге көресіздер. Өмір бойы. Яғни өмір бойы емес, өмір бойы болу шарт емес. Среднем өмір бойы уже ол 50%. Ол келіскеніңізге қарай. 30-дан, 20-дан басталып, 50, 60-қа дейін кете береді. Егер де жаңағы, допустим, тақтаға бір нәрсе жазайықшы, бағанам бәрі
Біреулер жағы 50-50 келісіп атады, иә? Біреу 40-60, біреу 60-40. Біреулер бар жағы инвестор, дұрыс келісе алмағандар олар. Өзіне 20, инвесторға 80. По идее, даже наоборот болу керек. Почти уже сіз уже сотрудниксіз да жағы, партнер емессіз. Сізге просто сіз айлық та, айлық. Түсіндіңіз ба? Айлық просто. Бизнес инвестордікі болып кеткен. Сондай болып кетпеу керек та. Сондықтан қаншада сұрақ осындай менде, қаншада қанша келісу, иә? Қанша уақытқа? Бұл доляға алғандағы. Доляға алмасаңыз, уақытша тартсаңыз да болады да. Мысалға жағы точно қайтара алам деп ой болса, жағы қалай? Солай керек болды. Қалай сенеміз Оған сіз қазір как инвестор ретінде сұрап отырсыз ба? Айтасың сол. Да, сіз тексересіз, не қыласыз, сол қандай адам желательно проспектісін несіне қоясыз да, значит, көріп, біз фильтрдан өткен деген сияқты. Либо вообще идея болмаса, не істейсіз жағы. Мысалы, проспектіске қойсаңыз да болады. То есть, получается, определенный дивиденд алып отырады. Дальше ол проектке біздің шаруа рискке кіреміз, бюджет боламыз ба, разница жоқ, сіз в любом случае алып отырасыз деген сияқты. Сол үшін, то есть, уақытша тартатындар, уақытша инвестиция тартатын. То есть, ол 6 айға тарту мүмкін, 3 айға тарту мүмкін, кей кезде бір оборотқа срочно жетпей атады. Сәл бір не болса шығып кетейін деп тұр да, тығырықтан. Жақында бір жігіт не болды? Алматыда жаңа завод бар, просто материалға ақша жетпей тұр, 70 миллион. 3 айға тартып жатыр, 3 айдың ішінде 100 миллион берем дегендей. То есть заказ тұр, завод тұр, бірнеше миллион доллар оборудование тұр, оған просто материал ақша болмай қалды да, просто болмай қалды, просто таусылып қалған ақша кассада. Не істейсіз, ондай кезде банкрот болмайсыз, қарап ақша салып, материалды алып, ана заказды қабылдап, үстіндегі 30 миллион несімен бірге қайтып, анау доляға кірмейді, дальше өздері жалғастыра береді. Ана определенный пайдасымен бірге қайтап береді. В общем, инвесторға да байланысты. Инвестор егер депозиттен алып сізге беріп жатса, иә, онда банкпен салыстырады. Автомат дұрыс па? Банк 12 беріп жатыр, сен маған қанша бересің? Соответственно, сіз банктен жоғары бересіз қой. Дұрыс па? Иә? Мысалға, 30 болуы мүмкін, иә? Нормально нәрсе? Жоқ, 17-18 кішкене бір не? Лучше банк, өйткені риск бар ғой сізге. Негіз банктың өзінде де риск бар. Қазір ешқандай банк біле алмайсыз қазір. Бүгін бар, ертең жоқ болуы мүмкін. Кей кезде анау болды, бір банктер жауып, Астана банкрот болған кезде, ол да бір бизнес, біреудің бизнесі. Жағы бизнес та, бірақ не істейді, кредит береді, маяқтан не береді, сөйтіп ақша айналып жатыр. Ол маяқтан алады, 12, анаяқтан басқа бір жоғарырақ пайызбен береді. Сондықтан немен салыстырғанына байланысты. Ол уже құйып, мысалы қазір бір инвестор бар, 2-3 айдан кейін ақшасы босайды. Кейде болады қазір, бос емес та, тұр, 2-3 айдан кейін бір жерге салып қойған, 3 желания. Солардан шығарып алам, басқа бір жерге құятын нәрсе іздеп жатыр. Жағы уақытша ше, ол тоже обороттан беріп отырады дивиденд, определенный уақыт қалған, 6 ай ма, 1 жыл ма, үстіндегі пайдасымен әр ай сайын пайда беріп отырады да, уақыт сағат келген кезде основной сумманы береді. Мысалы, менде бір идея болып тұрды, өзімде жүріп отырған мотивін ойлап таптық та, сол мотивге инвестиция керек болып тұр. Инвестиция біз средний есептеген кезде негізі 3 айда қайтаруға болады. Мен 6 айға жоспарлап отырмын да, примерно 6 айдың соңғы ішінде. Соны егер мен процентке отырған дұрыс па, или ары қарай үстіне қойып қанша қайтарып беремін? Сіз оны жүретін білесіз па? Точно? Жүріп тұр ма? Ол бұл бизнес? Енді жүре ма? Тест жасап көрдім, анализ жасап, заявкамен сөйлесіп көрдім. Клиенттер төлейм деп тұрған адамдар да бар да. Нақты. Курсқа? Қандай курс? Маркетинг бойынша курс. Маркетинг бойынша курс. Сізге қанша ақша керек? Бізге средний 1 миллион керек. Так, 1 миллион. Маркетингке. Мен жаңа WhatsApp-қа сториске салдым, инвестор шығып тұр. Сонымен қалай келсем? Жаңағыда уақытша тартқыңыз келіп тұр ғой.
алты айға тартып керек болды ғой. Сол сіз бірінші сұрайсыз уже қай жерде салған, то есть ол қай жерде осы күнге дейін ұстап отыр, и қанша болып қайтқанын қалайды. Но бірақ среднем сіз айына бір 3 пен 5%-дан жоғары болу керек та. Дивиденд ше, хотя бы 3% беруіңіз керек та. Уақытша. Бірақ ол асыну мүмкін дегендей. Мысалы битсем болады. Бірақ ол жерде есептеу керек, миллион теңге кейде жетпей қалуы да мүмкін да. Айттым ғой, бағана көп проекттерде мынау жетеді, Құдай қаласа осы қанағат осыған деп, сөйтіп жетпей қалып, сол минимуммен мен максимум есептеймін. Минимуммен бізге 700 деген жетеді екен. Аппараттар алуға иә. Сіз жаңа белгілі уақытқа не қылсаңыз болады да, допустим, тартып, доляға да алсаңыз болады, кейін долясын сатып алсаңыз да болады. Жаңа сатып алған негізге. Бірақ ода плюсы, то что сіз ана жаңа вдруг бәрі болуы мүмкін. Жүрмеген жағдайда да сіз рискті бөлісесіз жаңа. Миллион теңге қарыз болмайсыз. Солай. Басқа қандай сұрақтар бар? Біз атак біз жаңа егер жаңа біреулер сұрап жатыр енді. Енді бәрі инвестиция тартып алған, қазір осы жерде барып тартатындар барып жаңағы біраз жеткілікті информация бердім деп ойлаймын, чтоб барып қазір тартып кетуге де болады, принципе ше. Вдруг рахат, мен кішкене сәл неуверенность бар. Жаңағы, тем более біз қазір курс жайлы айтпасақ, біз грех болады да, келіп, жинап, ары қарай кейбір до конца мен ести алмай, маған именно инвестормен қалай келісу керек, жаңағы финансовый модель, презентация, сондайлар момент болып жатса, то есть оны өзіңіз шешесіз, инвесторын қайдан тауып болады. Бұл курсты біз келесі тағы бір біз неге февральға не істеп жатырық. Получается, ішінде жаңағы инвестормен дұрыс келісу, презентация. Өйткені презентацияны сұрайды мысалға. Допустим, не бересің, сен кімсің, команда кім бар, қанша уақытта қайтады деген секілді кішігірім бір презентация беру керек. Дұрыс па? Бас салып сізге, сіз сөзіңізге сене салып, давай, кеттік демейді, бір нәрсе қалайды ол. Керек болады оған. Презентация сұрайсыз. Презентация алғашқы кездесуде презентациямен яқсаңыз. Даже вообще презентация алғашқы кездесуде керек болмауы да мүмкін, но бірақ дальнейшем сізге презентация керек болады. Түскен заявкалар, сөйлескен клиентпен біздің запистер бар да, продажда. Солармен дәлелдеуге бола ма, что мына клиент қанша процент? Бізде уже 45 заявка түсті. Неге ғой, таргет жіберіп, жаңа курсқа неге? Болады дәлелдеуге, ол да өйткені не сияқты алдында асықта не болды да? Допустим, менде дәлел бар, заказ бар, оптовик. Жаңағы осы асықты алатын уже клиенттер бар, заказдар бар. Құйсаңыз болды, мен заказды орындаймын да, берем деген сияқты ше. Бірақ соның өзінде сенімсіздік болды да, өйткені ол алғашқы рет болды, несі болды, асық жүре ма, жүрмей ме, сөйтіп уақытша инвестиция тартып, сатып көрді да, одан кейін барып, сатып көргеннен кейін, мысалы, уже сатып көргеннен кейін оңайырақ болады сізге проще. Жаңа курсты, мысалға сізде маркетинг бар, сатып көріп, уже кішігірім пайда келіп, уже бері қараса, сізге оңайырақ проще болады. Конверсия, сіз маркетологсыз, конверсия жоғары болады, сізге отказ аз болады. Бизнес-план керек емес 100 беттік сізге. Инвестор сізге оның керек емес, ол сізге барып кредит алайын деп отқан жоқса, или барып атамекенге грант, 3 миллион грант деген сияқты нәрселер. Оны өзі қиындатып жүреді дейді. Жаңағы 3 миллион, 1 миллион шапкысы бар деген сияқты әңгіме кетіп қалады, сонымен бөшім анаған отказ кетеді, сонымен проектке деген өкпе болады, сонымен қойшы деп, сонымен бұрынғы өміріне қайтады. Так что сол үшін ең дұрысы жаңағы кредит алмай, чтоб жаңағы туысқандарға қарыз болмау үшін жаңағы вдруг мысалға уақытша тартасында жаңағы қарызға алатында нелер бар. Біреулер бар, қарызға алып мына инвестор болады да. Мысалы қарызға алмау үшін, отношения құртпау үшін лучше частный инвестормен жүру намного проще.
ешкімге тәуелді неге болмайсыз да. Сол үшін не керек, оған фин модельді жасау керек та. Фин модель жасау, расчеттар, осыны жағы презентация жасауды, фин модельдің шаблондарын береміз. То есть получается, курста шаблон береміз, чтобы сіз өзіңіздің кәдімгідік қоясыз, қай жерге не қояды, бәрін қоясыз, сонымен барасыз да жаңағы көрсететіндей. 5 миллионнан жоғары тартатындарға желательно коучинг ұсынамын да. Өйткені опрос жасады, не в среднем, чтоб тартпай қалса, бұл ақшасы қайтады. То есть получается, то есть бір ай онымен жұмыс жасаймыз да. Миллион теңге тартатындарға енді бұл не мүмкін жаңағы, сәйкес келмеуі мүмкін. Миллион теңге тартатындарға. Ал жаңағы бір апталық курста ол қазір енді 4-ке болса 125 мың теңге жобасында бір апталық жаңағы неміз бар. Полностью инвесторды қалай келісу, қандай условияда, сосын переговор. Бір апта. Офлайн және онлайн болады. Өйткені қазір осы сабақты басқа қалалардан да көретіндер бар да. Переговор жүргізу, чтоб инвесторды дұрысы келістіру, убеждать ету. Мысалға келді заявка, бірақ келгенмен ана жерде дұрыс келістіре алмасаңыз, переговор жүргізе алмаса, онда просто сізге қоймау мүмкін. Бәрі жақсы, заявка келе береді, проектіңіз жақсы, но бірақ дұрыс переговор жүргізу. Ол да керек. И переговор жүргіздіңіз, келістіңіз, келісім шарт. Сол моментте тоже ошибка кетуі мүмкін. Допустим, условиялар қандай, кім неге жауапты, сізге араласа ма, араласпай ма жаңа жұмыстарға. Кейде бар, кірісіп, сіздің күнде шұқылап, жаңа не істедің, камераны қарап, что-там, не отыр деп отыратын инвестор сізге керек болмауы мүмкін. Біреулерге ол қызық болуы мүмкін. Давай, тексере берсін, маған как раз ат салысатын партнер керек дейтіндер болады. Ондайларға жағы ат салысып, тексеріп, шұқылайтындар желательно жақсы да. Өйткені инвестор ше жақсы наставник бір жағынан. Сізге жасы үлкен, кеңесін айтып отырады. Бірақ главное сіздің жағы коронаңыз, нәпсіңіз көтер алу керек та, жаңағы сондай адам тыңдай алатындай болу керек. Бірақ в общем, сол операционкаға араласпағанын қаласаңыз, ол да договорда дұрыс указать ету керек. В общем, келісім шартты да несін шаблонын беретін боламыз. Бұл жалпы бір апталық енді наның бір апта не алатын болса енді 125 мың теңге ғой. Бір апта өтіп, базовый нені өту үшін осы курсты 90 мың теңгеге өтсеңіз болады офлайн. Егерде жоқ, менде кішкене қазір ақша аз еді, немесе жағы басқа арзанырақ жол бар ма дейтіндерге, жаңа офлайн. Онлайны 45 мың теңге. Онлайн көріп, жағы үйіңізде отырып, жағы кухняңызда салат тұрып отырып көрсеңіз болады да. Камера жайып отырып, әйелдерге айтылған нәрсе. Леват, еркісілер, телевизор көріп отырып. Бірақ телевизор көріп инвестиция тарту қиын. Тоже айтайын сізге, курсты өтіп алып, оның бәрі тартылады деген не жоқ та. Сол үшін сіз наны, получается, мына жерде мына екеуінің айырмашылығы, мына жерде полностью сізге тартуға байланысты, бүкіл презентациясы, фин модель бар ғой. Сонымен-ақ, даже айтып отырмын, кейбіреулер осымен-ақ сіздің курсқа жазылмай-ақ барып тартып кететіндер, тарта берсін. Одан әңгіме жоқ. Бірақ керек бір жерден қате жібермейін, доляны дұрыс келісейін, чтоб 80-20 отырып қалмайын, дұрыс келістіріп, онымен сіздің ол азырақ доля беру үшін сізге, сіз максимально өзіңіз проектіңіз қымбатырақ сатуыңыз керек қой. Мысалы, проектіңіз дұрыс бағалауыңыз керек. 3 жыл өмір сүре ме, 4 жыл өмір сүре ме, сонда есептейсіз да фин модельді. И оның проекттің несі шығады, себестоимостьін шығады да. И сол себестоимость шыққаннан кейін сіз уже выгодный условияда не істей аласыз, тарта аласыз. Сондықтан да мына жерде полностью не істелінеді, айтылады. Осы курспен уже полностью біліп шығасыз. Мынаны уже коучингке жалғастыратындар уже дальше отырып, пока тартылғанға дейін отырып, то есть бірінші курсты өтіп алып тартсаңыз да болады, осы маған жетеді дейтіндер. Дальше жалғастырып, немесе қазір уже все, мен коучингке дайынмын, егерде тем более гарантия берсең, онда договор бар ма деп сұрайтындар бар. Договор бар, договор түрде біз коучинг өтеміз, бір ай өтесіз, ол 500 мың теңге. Егер андай басқа қалалардан болуы мүмкін, онлайн
коучинг ол 350 000 теңге. Бұл жерде де жаңа несі бар. Мына жерде де принципе бар, то что бәрін істеп, өзіңіз не істеп жатсаңыз, тартатыныңызға ше. Өйткені жаңа таргет жіберіп, мына жағынан звондап, әрекет жасап жатсаңыз, мына жерден де тартып кетуге де болады. Просто иногда болады, бізде қазір коучингте жүргендер уже тартып, мынандай курсқа қатысып, нәтиже алып, просто дальше тарту керектер. Дальше ше, біліп тұр, уже тартқандар принципе тарта алады, но бірақ жаңағы нәтиже кішкене иногда қиналуы мүмкін. Тарту барысында, жаңағы кей кезде теорияда қызық қой, бәріміз не болып тұрады, бәрін біліп тұрады, мен қырып жойып жібергісі келіп тұрады, бірақ кейде нәтиже алмай жатқан кезде қиналуы мүмкін. Сол кезде біз сопровождать етеміз коучинг форматта. Мына курста бір аптада өтіп тартсаңыз болады. В общем, қай вариант сәйкес келеді, сонымен не істесеңіздер болады. Қазір бізде Алматыда бастап кеттік. Алматыда біреулер наставничество жазылды, 4 айлық наставничествомыз бар. Біреулер жаңағы инвестиция жазылып, кәсіпкерлер февральға не жинап жатырық, группа жинап жатырық. Мына жерде де мынау февральдің басында бастаймыз, датасын сіздерге, точно датасын айтатын боламыз. То есть февральдің 10-на дейін точно бастаймыз. Бір апталығы болсын, жаңағы бір айлығы болсын. Сұрақтар бар ма? Нелер бойынша жаңағы кімге тіркелу, Бақнұр бар, Ақерке қайда? Ақерке деген қыз бойынша сұрақ қойсаңыздар болады. Иә. Бір мынау технологический университет бар ғой. Соның жаңағы өздерінің разработка проекттері бар да. Ол жерде сумма инвестирования 270 миллиондық. Ал өздерінің шығаратын суммасы өздерінің 35 миллион шығарады. И сосын олардың жаңағы өздерінің недвижимостьтері бар. Оларға бөлінген жаңағы ол жерді ол. 35 гектар жері бар. Соған инвестиция сіздердің осы платформаларыңызда жүргізіп, не қылатын болса, получается 10%-ын сіздерге береді. Сіздерде мен өзім былай қарағаным бойынша, сонда үлкен сумма 10% па получается? Үлкен суммаға қарай, егер слишком үлкен болып жатса, тек 10% деген қатып қойған нәрсе жоқ. Одан аз болуы мүмкін, егер ол 270 миллион болып жатса. Бірақ біз әлі шыны керек 270 тартқан жоқпыз. Максимум 140-қа дейін не қылдық. Біздің целевая аудитория малый бизнес. То есть кәсіпкерлерге уже завод, уже неде, уже ол мемлекеттік уровеньде бір маңызы бар проектке жатады, уже мемлекет өмен алады инвестиция тарту бойынша. СПК-ға барсаңыз болады да, в целом. Өйткені таргетинг арқылы 270 шықпай қалуы мүмкін да, сразу айтайын. Бірақ оны уже более крупный инвесторлармен. Жоқ, дұрыс қой, обычно солай болады. Ондай проекттерде өзі бизнес планы болады, несі болады. Сол ол жерде более шетелдік, либо более стартап, қана емес, малый бизнеске ғой. Уже бизнесі бар, миллион теңге, 5 миллион теңге тауып, то есть бірінші миллион тауып тұр. Дальше развитияға құю керек, екінші точка ашу керек, филиал ашу керек, оборотқа салу керек. Целевой аудитория бізде малый бизнес. Среднейге біз әлі неген жоқпыз, өйткені средний бірінші малый бизнесті бірінші қатырып алуымыз керек. То есть средний, өйткені көбісі бізде малый бизнеске, көбісі сол жерден не істейді жаңағы. Жетпей жатады, 5-10 миллион жобасымен. Малый бизнес ашуды былай ойлайды, негізінде көп адамдардың ойы и көзқарасы. Ол ақшаны салдым, жүрді, жүріп жатыр, мысалы күніне мен 5 мың теңге, 3 мың теңге, болмаса 10 мың теңге тауып жатырмын деп ойлайды да. И сөйтіп, ол ақшаны дальше развитиясы бар ғой, оның жаңағы инвестормен бөліседі ма, жоқ, жаңағы ол точно жүреді ма дегенге гарантия жоқ па, дұрыс па? Иә. Осы мәселеге тоқтап кетсек, и сосын осы мәселенің ішінде сізге ол 500 мың деген қалай береді? Ол өзі жаңағы бизнесін жүргізген жоқ. Олар өзінің бизнесін жүргізген жоқ. Ол инвестиция тартып алды. Стартап. Стартап. Болмаса жаңағы өзінің жүргізіп жатқан бизнесі бар. Соған ақшасын вложить етті, жаңағы келесі бизнесін ашты. Әлі жүрген жоқ жаңағы да, уже бәрі нәрсесі дайын запуск етті келесісін. А сіздерге уже сумманы сол кезде берілу керек па? Шарт бойынша?
или жүріп кеткеннен кейін ба, пайдасын алғаннан кейін барып сіздер аласыздар ма? Сіз мына коучингті айтып жатсыз ба? Коучинг бұл 500 000 теңге уже жартысын заранее төлейді. Қалған екінші жартысын уже тартылу барысында. Қазір пока біз 250 деп жатыр. В дальнейшем просто келеді да 500 000 төлейді, одан кейін барып не алатын болады. Обычно бұл кімдер обычно жаңағы миллион тауып уже кәсібі жүріп тұр. Просто оған жаңағы 5 миллионнан жоғары 10 миллион инвестиция керек, целевая аудитория. А егер енді бастап жатыр, ода ақша болмауы мүмкін. Ол өзіне сенімді болса, жаңағы базовый курспен тартып кету мүмкін да. То есть тартады. Жаңа айтады, 1 миллион мен 5 миллионның ортасында ол ақша жетіп ашып кету деген ол өте қиын нәрсе да негізі. Ол проектке байланысты ғой. Кейде мысалға ол общепит болса, оған уже 5 миллионның ары қарай болады да, 10 миллион, 15 миллион. Мен айналысып көрдім общепит. Жаңағы сфера обслуживания мен қазір производствомен айналыспақшымын да. Производство малых оборудований. Жаңағы Қазақстанда жоқ нәрселер, Қазақстанда бар нәрселер, бар болса да шығару. Шығару да. Ол производство деген ол уже сен алып келген станогың болмаса бір нәрсе да, уже бір нәрсе шығару. Ең дұрысы пока сіз бүйтсеңіз болады, сіз оны сатып көрдіңіз ба? Оны мен сатып көрген жоқпын, бірақ сататын адамдар бар емес па? Мен сбытқа уже дайын менде. Сбытқа бір 10 шақты мысалға строительный магазин деп айтайын, сбытын дайын да мысалға. Сізге мысалға бір қысқа совет айтайын, өйткені бірінші жаңағы готовый бар ғой, производительден алып сатып көріңіз да. Сатып көріңіз, сатылым болу керек сізде. Өйткені ол сіздің бір гипотезаңыз. Ой, осы өтіп жатыр, мен принципе көріп жатырмын, өтіп жатыр. Соответственно, мен де сата аламын, принципе өтеді деген ой бар ғой, ол гипотеза. Оны сіз тестілемегенсіз. Тестіленбеген гипотезаға завод ашпақшысыз да, инвестордың ақшасына. Ол, во-первых, инвестор, скорее всего, қиындау, ананы құю ше. Екіншіден, рискованно. Құйған жағдайда да ше. Ответственный бар, даже если венчурный инвестиция болса да, жүрмей қалса инвестор не болады. Бірақ ол ответственность жоғары. Соответственно, бұл жерде ең проще сбыт бар, мен біліп тұрмын деп тұрсыз ғой. Сол біліп тұрған нәрсені істеп көру. Сатып, алып сатып көру оңайырақ болады да. Аз ақша кетеді оған. Завод тұрғызбайсыз. Дұрыс па? Рас қой? Сбытты көресіз, сатып көресіз, кәдімгі представить, бір жыл даже көресіз. Өйткені завод деген уже соңғы этап уже производство. Жағы, уже точно жүрет деген нәрсені не істеу керек та. Бая советуда ұқсап, ашып алып, завод, одан кейін бар. Оны сату керек әне уже. Кімге сатамыз? Деп, одан кейін бар, ойланып, сондай болды. Кейбірлерше советуданын неге өткен кезде сондай қателіктер жасады, үлкен завод соғып, жүргізе алмай қалғандар көп. Сол өте рискованы, қыруар ақша саласыз. Сол үшін лучше сатып көріңіз. Мысалға жаңа проектті тестирование жасауға жаңағыдай уақытша инвестор тапу керек. Енді мүмкін жағдай егерде ақша провал кетіп қалды. Ол кезде қалай болады инвестор? Уақытша инвестицияда сіз как минимум өз ақшасын қайтаруыңыз керек қой. Өзінің ақшаны 50-50 шығарасың, ол да кеп кетеді, может, либо сен кеп кетеді. Қолын жару керек. Жоқ, сізде ақша бар ма шығаратын? Жоқ, оның шотынан сен тестировать етіп аласың. Жоқ, сізде құятын ақша бар ма деп жатқан ғой? Саласы ба сізде? Жоқ. Жоқ, мен тек соның ақшасынан. Сізде ақша салмайсыз, соответственно, инвестордың ақшасымен. Тестировать етіп айтасыз, жүріп кетсе, онда доляға аласыз да? Келісуге байланысты. Келісіп, иә. Бірақ сіз рискінде определенный дұрыстап айтуыңыз керек. Бұл брат, 100% жүріп кетеді деп қойып, кейін тағы. Сіз ответственность бар да, тартқаннан кейін де өмір бар ғой. Инвестиция тартқаннан кейін кішкене ответственность бар. Сондықтан да желательно айтып жатырмын. Енді тестировать етіп көруге мал инвестицияда сіз лучше доляға алу керек та. Аз болса да. Сол үшін ғой сіз қазір ойлап тұрсыз, қазір 50-50 келісу керек деп. Ол да бір қате болуы мүмкін да. Қарайсыз мысалға ол. А может 30% жеткілікті или 20% жеткілікті. Көз жетпеген нәрсе 50-50 жақсы. Қалай? Көз жетпеген
мысалы ол қандай проект? Жаңа асық проект мысалы. Асық проект. Аха. Болмай қалыпты асық сатымға жаңағыдай. Жоқ, асық проект қой ол. Сіздің өзіңіз проектіңіз айтыңызшы. Или сіздің де проектің? Может, асық деген ой идея келді ме? Жалпы айтып отырмын ғой мен. Сіздің проектіңіз қандай? Сізге енді әңгіме болсын емес, конкретно өзіңіздің жобаңызға. Ойым енді өзіміз жаңа проект, осы қаладан жай франшиза алмақшымын. Иә. Қандай? Сол болмай қалған жағдай. Менікі мойка самол. Алдыңыз ба или аласыз ба? Алу. Аласыз, иә? Соны көрмекші. Қанша ақша керек? Фин модель не жіберді ма сізге? Жіберген. Ау? Полный презентациясын жіберген. Қанша ақша керек бұл жерде? Оның барлығының несі бар. Ақшасы егерде жаңағыдай салсаңыз, осынша уақытта болмаса ақшасын қайтарып беремін. Оны кімдер сатады? Қазақстандықтар ма или орыстар ма? Қазақтар. Қазақстандықтар, иә? Мойка не емес па? ол? Алматыда кілем жуатын не емес па? Мойка, иә? Мойка самообслуживание. Самообслуживание. Андай екі жағынан бүйтіп жуа ма? Или енді fast and shine ба? Баяғы. Иә, пистолетпен бар. Fast and shine деген не бар еді? Бір-екі үлкен не қоясы, барады да өзі кнопканы басады, немен несімен өзі өтіп шығасы болды. Ол өзіңіз жуып шығып жуасыз ба? Шымкентте ана момышұлының бойында бар ғой. Я соны барыңыз да, білмейсіз ғой қалай жүретін. Просто тупо барасыз, сол жерге барып сұрайсыз, қалай болып жатыр жігіттер. Либо көресіз ана жерде. Қанша адам кіріп жатыр, қанша салып жатыр, мысалы. Айтпаса да ше, істеп көрген адамның бізде сол кішкене намысты не аламыз да, яламыз, комплекс бар, отказ берсе ше, қазір маған айтпай қойса, ол маған айтпайды ғой ол секреттер деген ой бар ғой. Ол сіздің установкаңызда, оның дұрыс екендігіне ешқандай не жоқ, гарантия жоқ та. Ең дұрысы бар, істеп көрген адамды барасыз, сұрайсыз ол. Егер де ол успешный болса ше, кейде болады қазақтар негізі, қазақтар жалпы успешный өзінің тәжірибесін жылай айтқан ұнатады, ол приятный нәрсе. Біреу айтпаса, біреу айтады да. Сондықтан сізге айтуы да мүмкін. Я осындай деген сияқты, мынанша кетіп жатыр, күннен мынанша түсіп жатыр. Айтса да, бірақ сіз көзбен сол қарап, бір күн орты ерінбей, сол қанша ақша керек оны? Мысалы 5 миллион болса, 5 миллион инвестиция тартып, курсқа жазылып, оны басты ауырпайды, бірінші отырып, жүреді, жүрмейді. Қарау керек, бір күн отырып ше. Қанша адам кіріп жатыр, қанша ақша төлеп жатыр, да? Выручкасын есептейсіз, әртүрлі күндерде. Воскресенье бір бардыңыз, аптаның ішінде бір бардыңыз да, уақыт болды. Сол сіздің инвестицияңыз да бірінші құйып тұрған. Тестировать, сол сіздің тестіңіз. Негізі бәрібір егерде ол жүрмей қалып дейді. Мүмкін жағдай сол, мүмкін жағдай болуы енді рискті ол жұтып отыр ғой бәрібір. Болмай қалған жағдайда қайтарып беру керек па деген сұрақ қой. Сіз егерде доляға алсаңыз, венчурный инвестиция. Сіз ол определенный риск екен, инвестор ол түсініп тұрса, онда өзде сіз қарсы болмайсыз. Заранее келіскенге қарай деді қой. Егер ол келісім берсе, мен рискке бармын да, мен сенем, жүріп кетеді, саған да сенем деп тұрса, ол рискке кіреді. Бірақ рисктің не үшін рискке кіреді дейсіз ғой. Бірақ өз жерде то что вдруг атып кетсе, онда ол долясы жақсы болады да, 40%, 50%. И ол да ұтады. Джекпот сияқты бір атып кету мүмкін да. Бірақ соңғанда бір пенсионер ападан алмайсыз да ол ақшаны ше. Мысалы, желательно бір көбірек ақшасы бар адамнан тарту керек, чтобы оған ол үшін цена ошибки меньше тұру үшін да, оның ошибкасы азырақ тұру үшін соңғы тірнектеп өмір жинаған ақшаны да барып рискованный нәрсеге тартсаңыз, кейін сізге не болады, бір түрлі боласыз да. Даже если венчурный екен түсінсеңіз, договор, бәрі нормально, бірақ сіз өзіңіз бір түрлі боласыз. Сол үшін да ең дұрысы барып тестировать еттіңіз, не қылыңыз. Ол кезде де сізге қиын, сізде зерттемеген болсаңыз ше, келістіре алмайсыз, инвестордың көзін жеткізе алмайсыз. Өйткені сіз барып көрдің ба, санадың ба деп сұрайды ғой. Я санадым, мынанша түседі екен деп. Онда ответтер жоқ та, білмеймін. Қанша түсетін. Көреміз ғой, рисковать етсе, если что, сен жанасың десе, ол құймайды да. Ешкім, Марғұлан айтпақшы, мен инвестор
кәсіпкердің жаңағындай өзінің идеясымен рискке кіргенін қаламайды. Кәсіпкер инвестор не істегісі келеді, сол дайын жаңағы сізден проекттен ақша тапқысы келеді. Болды, мәселе сол, инвестордың мотивациясы ақша табу. Соны түсіну керек та. Сол ответственностьті сезіну керек сол. Мынау Асхат мырза біздің жаңағы проспект бизнес клубы ашылғалы бері мүшелеріміздің біреуі. Осылай көрсе шағын. Артқа айналысы. Иә. Асхат мырза CR деген психологиялық центр ашты, оған 11 миллион теңге инвестиция тартқан. Астыда, иә. Коко деген, именно өзі алдында ашып қойған, просто оборотқа инвестиция тартты да, 6 миллиондай оборотқа. Иә. Нияз деген жігіттер, Мәжит деген жігіттер инвестиция тартқан. Тұзбен емдеу үңгірін ашқанда. Кстати, бұл жігіттер тоже идея болмады да басында, не істесем болады. Олардың месталары болды ма, не арендада отырады? Жоқ. Олар арендада ғой. Мына жігіттерде де сіз сияқты франшиза алып, кейде бар ғой, вообще идея жоқ, ақша жоқ болса, бірақ желание бар да, бизнес жасауға. Ол да болуы мүмкін, нормально. Ол кезде не істейсіз? Франшиза аласыз, инвестиция тартасыз. Бұл жігіттер бірақ не істеді, франшизаны көрді, Инстаграм қарап, фин-модель презентациясын сұрады, не қылды, сөйтіп өздері сол презентацияны жасап, финансовый модель қарады да, инвесторға барып, инвестиция тартты, өздерінің брендімен ашты. Екінші точкасын ашты шәуілдерді. В общем, 3 миллион, 6 миллион тартты да. Мынау қазір аты өзгерді. Жангелдинада Фуди деген ашылды. Енді Жангелдинада шыны керек кофе өткен жоқ. Біз Жангелдинада тоже кофе Жангелдина пока жетем дегенше 35 мың кофейня шығады да ортадан ше. Жете алмай қалады. Сол үшін бірақ фастфуд жақсы жүретін жер. Сізде Жангелдина бар ғой, Али Донер? Фастфуд енді любой жерде өту шансы өте жоғары да. Сол үшін Фуди деп жігіттер. Көрген шығарсыз, Фуди деген тоже ашып не алды. Ненің орнына, кофейняның. Иә. Үй ремонтын бастап кетті, оған 1 миллион теңге инвестиция тартты. Нұржан деген кісі тендерге, бижутерияға инвестиция тартқан 6 миллион жобасында. Дальше. Рабиға деген жаңағы қыз 9 миллион жобасында Адалмет деген медицина орталығын ашты. Қазір коучингте. Жанболат деген жігіт инвестиция бойынша не болған? Инвестор, наставник. Бұған 750 мың теңгеге английский курс бастады. Бұл жігіттің бір несі? Жоқ. Английский курсты ашқан. Бірақ бұның бір өзгешілік, то что бұл проект жүрмей қалды. Венчурный инвестиция тартқан. И сөйтіп екі жаққа бөлінген. Инвестор рискті қабылдаған. И ол да нормально қабылдап, екі жаққа бөлінген. Шымбургер 7,5 миллион теңге инвестиция тартқан. Арбатта. Тұр. Дәулет мырза Төрлет деген кафе болды ғой? Арбатта. Бірақ бұл кісілерді бір несі шашетін жер, аренданы дұрыс договор болмай, орыстар жаңа сатамыз деп, кафе полностью шығындар не істеп, уже басқа жерге. 9 миллион кетті. Енді басқа бір жер қарастырып жатыр. Арбатта қазір құртпен айналысып жатыр. Төрлет деген не бар? Сіздер топ бірлестік қой инвестор. Біз инвестиция бойынша қатысқан неғын, сөйтіп инвестиция тартқан кісілер да. Оның Арман деген жігіт футбольный полеға, массаж салонына инвестиция тартты. Массаж салонын тоже франшиза алып ашты да. И қалған частын футбольный полеға салды. Тоже 20 жылда. Жания деген 500 мың теңге инвестиция тартып, кезінде команда жүрген, қасында жүріп немен айналысатын, киіммен, ванфкіде киіммен айналысатын, соған оборотқа инвестиция тартқан 500 мың теңге. Қызып қазір енді кейіннен
немен Арт Кристал деген бір франшизаны алып, алматылық бір нені қыздың би орталығын ашты. Бірақ айырмашылық мынандай. То есть мамасы не қылды да кредит алды. Кредит алды. И сөйтіп жағы нені ашты. Арт Кристалды ашты бір жерде. Бірақ бұл жерде бір айырмашылық, то что қазір кішкене бір түрлі болып отыр да, іштей кредиттің ақшасын ашқандығына ше. И сол үшін инвестиция қарастырып отыр. Инвестиция тартып, лучше спокойно отырайын, доля қалайын, адам құсап, на бизнес жасайық деген сияқты. Бұл тоже нені қазір не істеп отыр. Где-то 5,5 миллион инвестиция қарастырып. Аслан деген мынау ескі данный. Бұл обучениеға тендер компаниясы бар. Тендерді оқытатын не естігенсіз бар, может бір жерде көрген шығарсыздар, тендер бойынша. Біздің түлектердің біреу. Қазір миллионнан, енді 2 миллион пайда тауып жатыр. Обучениемен алысады и тендерге де қатысады да. Обучение 6 миллион тартқан, тендерге бір 15 шақты тартып тастаған жағы. Кейде болады, жақсы, сау болыңыздар. Уақытша уақытша инвестиция, то есть получается, мысалы, тендер ұтты, кейде договор тұр, и сол договор бойынша инвестор керек. Сөйтіп 14 миллион шақты тендерге тартқан. Қазір тоже неде, коучингте дальше, чтобы уақытша инвестиция тартып жатыр. Әрі білет, уже жүріп тұрған бизнес, содан дивиденд беріп тұратын дегенде. Сол сияқты нелер, варианттар көп, очень көп уақыттарын замайым. Мораль осы, если что, менеджермен ақылдасып, осындай. Эльдорадо деген пиццерия бізде курста болған, бұл енді өз ақшасына не істеген, ол кезде бізде басқа курстан өткен. Дальше екінші Бақыт мырза келесі. Бізде бірінші кофейняға инвестор болған, партнер. Соляный пещераға тоже инвестор болған. Дальше бұл енді клубтың нәтижелері. Клубта жүріп, нәтижеге медицина орталығы ашқан. Кейбіреуін клубқа да қызуымыз мүмкін, онлайн клуб. Дальше. Все. Сұрақтарыңыз болса, енді ертеңге дейін осы нені сақтаймыз, жеңілдіктерді. Мына бағалармен ертең кешке дейін жауабын айтсаңыздар, осы бағамен жазыла аласыздар.